Мен Өміржан Еркеназ, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Саптерек ауылы Жабас Менсбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 3-ші сынып оқушысы. Абай Құнанбаев күз. Сор бұлтсы суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие ашқан, тай жарысқан, жасыл шөп бәшеші жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдің түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу оңа сапсиды салып үйін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жүгін, жас қатындар жыртылған жамай дейін. Қаз-тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақымшы жыл ол бір керуен. Қай ауылды көрсе де жабырқаңқы күлкі ойын көрінбеді сейіл серуен. Құржан кемпір шал құржан қағып бала бүрсен, кемік сүйек сорпасы тимеген соң үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең, күзеу тозған оты жоқ, елдің маңы тұман болар, жел соқсан шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сыры қашып, тыстан қорқан қазақтың құрсын заңы.